Тебе среди тебе. Тебе. Құрметті қонақтар, мына бүгін біздің бауырымыз, әскери бауырымыз бірге отан алдындағы борышты орындаған Абдығапар бауырымыз мына бүгін 55 жасқа келіп отыр. Соның қуанышты тойына бәріміз келіп, мынау қарулас әскери жолдастары келіп, мына Сайрам ауданы бойынша Таулы Қарабақ ұрыс қимыл ардагерлері бүгінгі біздің бауырымыздың 55 жасқа толу мерекесіне келіп отырмыз. Құрметті ағайындар, мынау жаңа көп жақсы тілектерді айтты. Ағайын туысы, бауыры. Бір минут тыңдақшы, анау сөз жетім болады, сөйлеген сөз. Қазақта сөз сөйлеген тыңдаушы. Мынау бір жақсы тілектер айтылды. Соның бәріне қосыла келе бізде жаңа соңында мектеп мұғалімдер айтты. Ғаппар, сен қандай азамат екенің? Сен еркек деді, мужчина деді. Оны бәріміз білеміз. Мынау 730 күн әскер қатарында болса, 730 күн ішінде сенің кім екеніңді біз білеміз. Сенің адамгершілігіңді, сенің ақ жүректігіңді, сенің адалдығыңды, сен нағыз боевой товарищ екеніңді білеміз. Мына сол үшін мына Сайрам ауданының ардагерлері сіздің мерекеңізге келіп, қуанышыңызға бөлісіп жатырмыз. Әрдайым бауырым, туған күні құтты болсын, жеке мереке туған күні құтты болсын, еркебесің құтты болсын. Отбасың, бала-шағаң, немерең аман болсын, солардың алдында ойнап күліп жүре бер. Елдің азаматы болдың ғой, бір жылдың ішінде бізді Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы ұрыс қимылдар, басқа елдегі ұрыс қимылдардың ардагері таныса, мына бір жылдың ішінде бізді не только Сайрам ауданы, облыс, республика көлемінде осындай ардагерлер бар екенін көріп, біз мақтанышпен айта аламыз. Осындай Сайрамның ардагерлері кеше күні облыс әкімінің алдында болып, сол жерде үлкен марапатқа ие болып келдік. Осы мынау жастардың алдында біз енді біздің қоғамдық бірлестіктің алдына қойған мақсаты қазіргі жастарымызды отан қорғауға, патриоттық рухын көтеру, одан қалса ұлтаралық татулық пен бірлікті сақтау. Мына біздің өзіміздің әскерде болған қақтығыста сол ұлтаралық болды. Сол себепті біздің алға қойған мақсаттарымыз алда көп. Ғаппар, осы бауырлас жолдастармен әр уақытта қуанышта бол. Енді тілек көп. Айта берсек, саған енді бір сағат арнайы айтуымыз керек. Өйткені сенің жайттың кім екеніңді де, өмірде қандай азамат екеніңді де айттық. Енді біз құрметті ағайындар, мынау біздің Қазақстан Республикасы Таулы Қарабақ ардагерлері мен мүгедектерінің төрағасы Ерғали Базарбаев мырзаның арнайы, мынау біздің енді Ғаппар бауырымыздың анасы болса, анасына тағылар еді. Бүгін арнайы осы жерде өзінің әпкесі, бауыры бар екен. Сол бауырына мынау біздің ардагерлер осы жерде елдің алдына тақсақ дейміз. Ташкоджаева Малика Сайдуалиевна дейді. Жауынгерлік әрекеттерге қатысушының анасы медальмен марапатталды. Бар ма әпкеміз?
кеңесінің төрағасынан арнайы төсбелгі тағайындап отырмыз. елдің алдына аман болуымыз үшін жасағанымыз осындай бауырымыз бар екен. Ардагер соның қошеметі болсын.